Сәлем құрметті достар, бүгін сіздермен бірге құрамы оңай лаваштан жасалған пицца дайындайтын боламыз. Оған керекті заттар: лаваш, 3 жұмыртқа, тауық еті, помидор, тұздалған қияр, сыр, чесночный соус керек. Және де осыны лавашты 2 қабаттап алып, оны орап, дәл осылай видеода көріп отырғандарыңыздай 2-ге бөліп аламыз. Сосын әдемілеп тұрып, соломка етіп, ұзын лапша кескендей етіп, кесіп дайындап аламыз. Бұл біздің тестімізға пайдаланатын құрамымыз. Лаваштан жалпы түрлі заттар дайындауға болады. Жеңіл таңғы астар, омлеттер дайындауымызға болады. Лаваштан түрлі заттар шығады. Пицца жасап көрсеңіздер болады міндетті түрде. Бұл пиццаның дәмін тіпті итальяндықтар көрсе де таңғалатын шығар. Өздеріңіз міндетті түрде дайындап көріңіздер. Жеңіл әрі оңай дайындалатын пицца. Тесті дайындауға ерінетін қыздар осылай лаваштан пицца жасап жесеңіздер болады. Осыны кесіп болған соң, кесілген лаваштарымызды қопсытып дайындап аламыз. Содан кейін үстіне қосатын қоспамызды дайындаймыз. Ол үшін 3 жұмыртқаны жарып, бір ыдысқа саламыз. Оның үстіне чесночный соусты саламыз 100 грамм. Егер сіздерде чесночный соус болмаса, қаймақ немесе сүт араластырсаңыздар болады. Сүт араластырғандарыңызда тіпті жақсы болып шығады, жұмсақ. Дәл осылай дайындасаңыздар да өте дәмді шығады. Міне, мына жерде салмасын дайындап жатырмыз. Осылай жұмыртқаларды жақсылап араластырып, оның үстіне чесночный соусты құйып, оны да бір-бірімен араластырамыз құрамын. Содан кейін дайындап аламыз дәл осылай. Егер видеода көріп отқандарыңыздай қайталасаңыздар, дәлме-дәл сіздерде де дәл осындай әдемі дәмді тағам шығады. Табаны қыздырамыз. Қызып тұрған табаның үстіне 40 грамм май құясыздар. Зәйтүн майы болсын, шемешкі май болсын құя бересіздер. Осы майды қыздырып болғаннан кейін үстіне лавашты салып, міндетті түрде салып, оны 2-3 минутқа қақпағын жауып қалдырасыңдар. Сол кезде біздер үстіне салатын салмаларын турап дайындап аламыз. Міне, бәрін жайғастырдық. Енді қақпағын жауып қоямыз. Ал енді үстіне салатын салмасын дайындауға кірісек, мынау тауық етінен жасалған рулет. Сіздер колбаса болсын, грибы болсын, саңырауқұлақ болсын, әртүрлі заттарды салсаңыздар болады. Ол өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай. Міндетті түрде осы видеодағыдай нәрсе емес, өздеріңіздің ойлаған заттарыңызды салып дайындасаңыздар да болады. Менде үйде тауық етінен рулет болды, соны салып жатырмын. Жалпы менің мақсатым үйдегі заттармен түрлі тағам дайындау. Қай видеом болсын, бәрінде де айтып жүрмін. Ауылды қыздар болсын, қалалық қыздар болсын, осындай үйдегі тұрған заттармен дәмді тағам жасап үйренсе, білсе деген. Помидорын, тұздалған қиярымызды бәрін турап аламыз дәл осылай жұқалап. Енді жаңағы неміздің үстіне, лаваштың үстіне қоспамызды құямыз, дайын смесь. Былай айтқанда. Соны құйып, оны бәрін бір келкі етіп, лаваштың үстіне жайғастырасыздар, бір қалыпты етіп, барлық жеріне тиетіндей қылып. Тестілеріңіз жұқа, жұмсақ болып шығу үшін. Осылай бәрін жайып, жайғастырып болып, қақпағын жауып, тағы да 2-3 минутқа қалдырасыздар.
астыңғы оты өте қатты болмау керек, кішкене баяулау болу керек, әйтпесе күйіп кетеді. Сырды да теркадан өткізіп дайындап қоясыздар. Бұл тағамды дайындауға сіздерге әрі кетсе 5-10 минут уақыт кетеді. Осылай теркаден өткізіп дайындап аласыздар. Енді табамыздағы дайын болып жатқан қамырымызға осындай салмаларымызды орналастырамыз. Әдемілеп салып, помидорын, қиярын, рулетті барлықтарын саласыздар. Әдемілеп. Және үстіне сырды салып, тағы да 5 минутқа қалдырасыздар отта. Көріп тұрсыздар ма, қандай әдемі болып дайындалып жатыр. Бұл дайын болған кезде тіпті байқамай қаласыздар. Тестосы деген өте дәмді болады. Тура кәдімгі пицца жеп отқандай боласыздар. Таңғы асқа дайындауларыңызға болады, түске басарға дайындауларыңыз болады, түсін қайта мысалға шай ішетін кездерде. Міне енді осылай 5 минутта қалдырасыздар. Үстіне осындай көк ас көктерді салсаңыздар да болады. Укропты немесе базилик салып қойсаңыздар тіптен әдемі болады. Қиын құрамдар іздеп қиналып керек емес, осындай үйдегі бар заттарымен әдемі етіп дамыған жасап шықсаңыздар болады. Міне осындай әдемі пиццамыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Тағы да бұлқып қоямыз. Дайын болған пиццамызды осылай тарелкеге орналастырып, әдемілеп кесіп, үйдегілерге беріп қуантсаңыздар болады. Өте жеңіл кесіледі, жұмсақ, өте әдемі болып шықты. Менің видеоларым ұнаса, лайк басыңыздар, каналыма жазылыңыздар. Сіздерді келесі кездескенше сіздерді міндетті түрде күтемін. Сау болыңыздар, жаңа жылдарыңыз құтты болсын.